Сәлем баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге осындай радужный креммен әдемі болып көрінетін капкейкидің рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл капкейкалар дастарханыңыздың сәні болатыны анық, жасап көріңіздер. YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда барлық жаңа видеоларды тамашалай алатын боласыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқа, оның үстіне қан қосып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Үстіне сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Және де жылы сүтімізді қосамыз, араластырамыз. Капкейкаларымыз жұмсақ болуы үшін ұнымызды міндетті түрде електен өткізуіміз қажет. Және де 3-ке бөлу арқылы салып отырамыз. Бірінші бөлігін салып, үстіне қопсытқыш қосып, миксердің көмегімен шайқаймыз. Жақсылап шайқап, және де қалған ұнымызды тағы да 2-ге бөліп араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз қатты сұйық емес, және де қою емес, орташа сұйықтықта болады. Мен осындай капкейкаларға арналған форма қолдандым. Ол негізі маңызды емес, сіздер силиконовый формалары бар, темір кекстерге арналған формаларды қолдана берсеңіздер болады. Осылай формаларымызға салмамызды салып шығамыз. Оның үстіне мен осындай малиналарды ортасына салып, бетін осылай жауып шықтым. Формамыздың ортасына дейін болу керек салмасы. Егер одан көбейіп кетсе, қатты тасып кетуі мүмкін, одан аз болып қалса, қатты көтерілмей қалуы мүмкін. Міне салмамыздың барлығын осылай салып шықтым. Енді осы капкейкаларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар, көтеріліп, қызарып, әдемі болып шықты. Енді бетіне жағатын крем дайындаймыз. Ең алдымен мұздатқыштан шыққан 33% немесе одан жоғары сливкимізді ыдысымызға құйып, өзін миксердің көмегімен жақсылап шайқап аламыз. Сливкиміз осылай қоюлана бастайды. Оның үстіне қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Және де творожный сырымызды қосып, жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа дейін креміміз қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Міне креміміз қоюланды. Енді осы кремімізді 3 ыдысқа бөліп аламыз. Ең алдымен менде үйде бар жасыл және қызыл түсті қолдандым. Осылай бір ыдысымызға кремімізді салып, ішіне жасыл ұнтағымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Осындай түс шықты.
Келесі ыдысымыздағы кремімізге қызыл түсті қосып, жақсылап тағы бір араластырамыз. Міне қызыл түсіміз де дайын болды. Енді осындай пищевая куленкаға рет-ретімен бірінші қызыл түсті және келесі жасыл, үшінші ақ түсімізді орналастырып шығам. Осылайша бізде барлығын орналастырып болғандықтан радужный креміміз шығады, өте әдемі көрінетін болады. Енді осылай видеодағындай орап, жақсылап жан жақтарын жауамыз. Екі жағын осылай орап қысқылаймыз. Және де бір шетін осылай кесіп алып, кондитерлік қапшыққа салатын боламыз. Мен осындай насадка қолдандым. Енді капкейкаларымыздың бетін осылай креммен жағып шығамыз. Осы радужный крем тәбетті ашатындай әдемі болып көрінеді. Міне біздің капкейкаларымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздерші, бір жасағаннан ақ шығады, өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.